қорынан бөлек қазіргі таңда колледждерде тек мамандарды ғана емес, үздіксіз дамып жатқан технологияларға сай қызметкерлерді бірден дайындайды екен. Солардың бірі Талдықорған қаласындағы гуманитарлық техникалық колледж. Қазіргі уақытта білім қабырғасындағы студенттер мекемеден шықпай-ақ керемет жиһаздарды өз қолдарымен дайындайды екен. Ендеше сюжетке назар аударыңыздар. Гуманитарлық техникалық колледж студенттері оқу орнының қабырғасынан шықпай-ақ ақша таба алады. Мұнда тәжірибеге баса мән беріледі. Өткен жылы жаңа технологиямен жабдықталған толыққанды жиһаз цех ашылды. Болашақ мамандар қазірдің өзінде жоғарғы шеберлік танытып, тапсырыстар қабылдауда. Колледж сонымен қатар әлеуметтік жұмыс берушілермен оқу бағдарламасын келіседі және келесі жылы жетісу өңірінің алғашқы ландшафт дизайнерлерін дайындауды жоспарлап отыр. Материалдарды біз қазір білесіздер, мемлекеттік сатып алу арқылы беріледі. Оның бәрі үкімет тарапынан балаларды оқытуға арналған өзінің спецификасы бойынша бөлінетін қаражат, соны үнемдеудің арқасында солардан аламыз. Содан кейін өзіміз жаңа орындаған сұраныстардан түскен пайдаға осы қажетті материалдарды сатып аламыз. Қазақстандық өнімдер осы өзіміздің аймақтағы Талдықорған болмаса жаңағы Алматы қаласы арқылы. Қазіргі таңда білім ордасы медициналық колледждің тапсырысы бойынша жиһаз жасауда. Бұдан бөлек кез келген мекемеге, оқу орнына тапсырыс қабылдайды. Одан түскен табысты керекті материалдар мен құрал жабдықтарға қолданады. Болашақ құрыш қолды құрылысшылардың бірі әрі бірегейі Жасұлан Тұрахмет. Ол 3-ші курс білімгері. Сабақпен қатар жиһаз жасап та үлгереді. Мектеп қабырғасының өзінде қолөнерге қызықтым әрі сонымен айналыстым дейді ол. Бұл мамандыққа қызығушылықты оятқан мен ағаларым. Мектеп кезде ең басында сурет салып бастадым. Сосын уже ақырындап ағашқа көшкен соң, уже ағашқа сурет салып бастадым. Сосын ақырындап уже қызығушылығым одан ары арттырды. Және осы 2 ай бұрын Астана қаласына практика өттік. Примерно 2 айда практика болды. Және ол Астана қаласына көптеген станоктармен, бұдан да бөлек үлкен станоктармен жұмыс істеп үйрендік. Талдықорған гуманитарлық техникалық колледжі жеке тұлғаны әлеуметтік экономикалық бағытында дамыту үшін